қайран қазағым, көшіп қонып жүріп, ел болып осы жерді иелендің. Қаншама дұшпандардан қорғадың. Ақтабан шұбырынды бастан кешіп, Қыпшақтың қылышынан да қорғанып, жоңғардың дәуірінде шығып, қандай да дұшпан көз тіксе де, осы қазағым, өрісің, жайлауың, елін, жерін аман сақтаған ата-бабаларың. Қазіргі соғыста төбеден қарғадай қаптаған жау самолеттері, теңізден құрттай өрмелеген теңіз әскері, жерден танк пен құмырсқадай өрген жаудың жаяу әскерін көріп, осыншама жаудан қорғаймын деп, ұрпағымның алдында уәде бергеніңде тізеңнің дірілдеген рас. Ата-бабаларымның, батыр бабаларымның рухы дем бергенде, осыншама жаудың алдында менің кеудем дірілдемес. Мың 945 жыл жау әскерінің ірі топтары талқандалды. 16 сәуірде Берлин операциясы басталды. 2 мамырда Берлин кеңес әскерінің қолына өтті. 30 сәуірде 100 Қошеметіңізді аямаңыздар. Осы жеңістің арқасында Менің жеңімпаз ұлдарым, қазақ елінің болашақ жоспарын бірге құрайық. Иә, әке, біз ертеңіміз үшін елін бетінеміз. Ендеше кеттік жарқын болашаққа. қошеметтеріңіз. Әрине, осындай тыныш өмір заманда өмір сүрген соғыстың ата-бабалар